Айда? Ау. Сен мен сөйлешкен қызым болчу. В смысле? Сізге жынды құлдасыңыз келді әке? Жо, видеода мына қыз жігіт болып видео түсірбейлі деп Ал не қолыз? подписчик өтіш керек болды, Айда. Контент пе? Контент. Теңгемен тұр. Ол сіздерге 3 жылға дейін жетеді. Ойлаңыздар, 3 жыл жағасыздар, 3 жыл сіздерде ол проблема болмайды. Ал сізде қараңыздар, 3 жылда мысалы 36 ай бар ғой, сіздер сонда айына 530 теңгеден осындай дезодорантқа ақша құртып жатсыздар. Ал магазиндегі дезодоранттар, рексона, басқа болсын, соның барлығына сіздер айына қаншадан аласыздар, ойлаңыздар. Я құрметті достар, негізі рас қой, қазір магазинде тұрған болсын, басқа жақта тұрған болсын, адамға мүлдем көмек бермейтін 4000 теңгеден басталып 9000 теңгеге дейін дезодоранттар өте көп. Саны бар, сапасы жоқ, бағасы қымбат деген сияқты. Соны адамдар мысалы жылына 3 рет алады, 4 рет алады, сөйтсе айына бір 54-70 мыңға шығып кетеді да. Ал қарап тұрсақ, мен өте өгейлі нәрсе істеп жатырмын деп ойлаймын. Бір жағынан жасап емдеп аласыздар и ары қарай бұл жақпай ақ қойсаңыздар да болады оны. Ал дезодорант сіздерге күніге душтан кейін бір себесің, спорт залға барып душтан шыққаннан кейін бір себесің, ал мынаны күн ара бір апта, 2 аптадан кейін уже полный лечение жүргізіп тастайды. Жақсы вариант сияқты, негізі меніңше жақсы вариант сияқты. Достар, тағы да өнім туралы айта кетейін. Енді көптеген адамдар ойлап жатыр екен, бұл өнімді 3 жыл тоқтамай жағам, анау деген сияқты. Қараңыздар, өнім 35 миллиграмм тұрады қандай. Отсташа, сіздер оны кем дегенде бір 2 апта, көп дегенде 2 аптаның ішінде емдеп тастағаннан кейін қайтадан жағудың қажеті жоқ. Просто енді анда сонда болады ғой, біреудің киімін киіп қалуыңыз мүмкін. Сондай кездерде, қатты терлеген кездерде анда сонда бір жағып тұрсаңыздар болады. Сол үшін ғана. Енді ол срок мерзімі ол 3 жылда, мысалы 3 жыл тоқтамай жағу деген ол сол. Атак негізі күніге жақпайсыздар, уайымдамаңыздар. Ары кетсе бір апта, 1 жарым аптаның ішінде емдейсіздер, и все, ары қарай жағудың қажеті жоқ. Достар, білесіздер, жақынғы күндері бұйырса менің жеке гиф ойыным старт алады. 2 күннен старт алады. Ана спонсорларға ең ақырғы 3 орын қалды, достар. Жетішіп қалыңыздар, кімге жақсы ақпарат, статистика керек болса, анда ошол WhatsApp ссылка аркылуу жазсаңыздар болот. 10.000 живой подписчикменен бұйырса гиф ойнотобуз. Ошол себептен жетішіп қалыңыздар. Достар, менің модница қыздарыма сонун жаңылык. Эгерде сіздер Москва шаарында жашасаңыздар, сіздерге ушул дүкөндү сунуштаймыз. Себеби бул жакта 2024-жылдагы эң акыркы стилдеги, эң акыркы тренддеги кийимдердин бардыгы сатылат. Сонун образдарды таба аласыздар. Анан эң сонун плюс бул дүкөндөн эгерде сиздер эки кийим ала турган болсоңуздар, сиздерге в подарок элестетиңиз кушон. Кадимки эле кыздардын баары сүйүп колдонгон кушонду белек катарында берет. Ошол себептен жетишип калыңыздар. Сиздер үчүн аккаунтту калтырып коюм, метрого чейин жеткизип берүү акысыз кыздар. Ошол себептен кайрылыңыздар. Саркеч, сонун кийимдер баалары дагы сиздин чөнтөгүңүзгө ыңгайлуу. Ошол себептен мынакей аккаунтуна кирип, листать этип карап, тандап заказ кыла алсаңыздар болот. Өзүңүздөрдү карап, ухоженный алып жүрүңүздөр, кыздар, баарыңыздарды жакшы көрөм. Ничего страшного, всего лишь 37-38. Но мне скажите, пожалуйста, как я умудрилась заболеть летом? Что это такое? Обратно насморк, обратно ангина. Мне кажется, что это все из-за кондера. Теперь я потеряюсь на несколько дней обратно из сети. Мне нужно обратно лечиться. Ужас. На носу сессия, экзамены. Как-то так. Ой, слов нет просто. Достар, құрметті достар, негізі рас қой, қазір магазинде тұрған болсын, басқа жақта тұрған